Видеоның жоспары қызу дегеніміз не? Температура не үшін көтеріледі және оны қалай түсіреміз? Балаларда температура көтерілген кезде қандай дәрілерді қолдануға болмайды және қандай ережелер бар? Егер сізге осы тақырыптар қызық болса, каналыма тіркеліңіз. Қызудың жоғарылауы бұл ағзаның қалыпты реакциясы, яғни организмде қандай да бір қабыну процесі жүріп жатқан кезде және ағзаға қандай да бір инфекция түскен кезде иммунитет активтенеді және дене температурасы жоғарылайды. Егер қызу көтерілмесе, біз организмде қабыну процесі болып жатқанын білмей қаламыз, және ол асқынуларға алып кетеді. Сол үшін қызудың көтерілуі бұл инфекцияның ең бірінші белгісі болып табылады. Қызудың көтерілуінің себептері өте көп. Қарапайым вирус инфекциядан басталып, бактерия, саңырауқұлақты инфекция немесе аутоиммунды процесс және кез келген қабыну процесі кезінде температура жоғарылайды. Температура 35-тен 36-ға дейін, 37-ге дейін қалыпты болып есептеледі. 37-ден 38-ге дейін субфибрильді температура, 38-ден 39-ға дейін фибрильді, ал 39-дан 41-ге дейін перитикалық, ал 41-ден жоғары кезде гиперперитикалық деп айтамыз. Температураны қашан түсіреміз? Үнемі баланың жағдайына қараймыз. Егер баланың температурасы 38 болып тұрып, бірақ жақсы ойнап жүр және аппетиті жақсы болса, онда тек физиологиялық салқындату жасаймыз. Температураны өлшеген кезде 37,5, бірақ бала мазасыз және үнемі жатқысы келеді және аппетиті жоқ болса, онда балаға қызуды түсіретін дәріні береміз. Температураны қалай түсіреміз? Ең бірінші, баланы шешіндіреміз. Бала қалың киінбеген болуы керек. Екінші, физиологиялық салқындату әдісін қолданамыз. Ал үшінші, температура түсіретін дәріні баланың салмағына қарай есептейміз. Кейбір ата-аналар баланың температурасы жоғарылаған кезде және ауырып тұрған кезде өте қалың киіндіріп қояды. Бұл дұрыс емес, себебі егер бала қалың киінген болса және балада памперс киілген болса, онда дәрі бергенмен баланың температурасы түспейді. Физиологиялық салқындату дегеніміз не? Бұл жылы суға малынған матамен баланың маңдайын, мойнын, қолтықтарын, шаптарын, тізенің артын жылы сумен сүртіп отыру және оның құрғауын күту. Бұл кезде салқын су емес, тек жылы су қолданамыз. Балаларда температураны түсіру үшін тек осы екі препарат қолданады: парацетамол және ибупрофен. Парацетамол 3 айдан бастап беріледі, ал ибупрофен 6 айдан бастап беріледі. Олардың дозасын тек баланың салмағына қарай есептейміз. Кейбір ата-аналар баланың жасына қарай есептейді, яғни интернеттен жасына сай көреді. Мысалы, 2 жас балаға неше парацетамол береміз деп көріп, соны береді. Ол әсер етпейді, себебі 2 жастағы баланың өзінің салмағы әртүрлі болуы мүмкін. Сол үшін міндетті түрде баланың салмағын есептейміз. Видеоның соңында осы екі дәріні қанша салмаққа неше миллилитр беру керектігі туралы кесте қалдырдым. Қызуды түсіру кезіндегі ең негізгі ережелер. Ең біріншісі бұл сұйықтық беру, себебі адам ауырып тұрған кезде ағза сусызданады және дәрі ішкен кезде де егер керекті мөлшерде сұйықтық су ішпесе, онда температура түспейді. Екінші ереже бұл дәріні бергеннен кейін температураның міндетті түрде 36-6-ға дейін түсуін күтпеу, себебі температура 39 кезінде берілсе, жарты сағаттан кейін ол 38-ге түссе, бұл қалыпты, яғни баланың жалпы жағдайы жақсарса болды. Міндетті түрде жарты сағат ішінде 36-6-ға түсу керек емес. Ал температура түспеді деп қайтадан беру бұл қателік. Бұл үшінші ереже, яғни қызуды түсіретін препараттардың беру жиілігі арасы: ибупрофен 6 сағат, ал парацетамол 4 сағат, яғни 4 сағаттан қысқа уақыт ішінде қайтадан екінші дозасын беруге болмайды. Бұл аралықта тек физиологиялық салқындату жасауға болады. Төртінші ереже бұл ибупрофен мен парацетамолды араластырмау, яғни сіз ибупрофен бердіңіз, ол әсер етпеді деп артынан жарты сағаттан кейін парацетамол беруге болмайды. Қателесіп кетпеу үшін неше миллилитр дәріні сағат нешеде бергеніңізді жазып отыру. Келесі ереже: баланың денесін спиртпен ысылауға болмайды, тек жылы сумен ғана ысылаймыз. Балаларда қызуды түсіру үшін бұл дәрілерді беруге болмайды. Біріншісі терафлю, екіншісі аспирин. Ол 15 жасқа дейінгі балаларда Рей синдромын тудыру қаупі бар. Үшіншісі аналгин, төртіншісі немесил. Немесил балаларда ауыр гепатиттің даму қаупі бар. Қызуды түсіру үшін свечи қолданамыз ба немесе сироп па? Температура 39-дан жоғары кезінде шеткі қан тамырлар тарылып, дәрілік зат қанға дұрыс сіңбейді. Сол үшін сироп береміз. Ал бала жұтына алмаса немесе құсып жатқан болса, онда свечи қолданған дұрыс. Бұл кестеде баланың салмағына қарай парацетамол және ибупрофеннің неше миллилитр беру керектігі көрсетілген. Видео ұнаған болса, лайк басып, каналыма тіркеліңіз және комментарияда қандай тақырыптар бойынша видео күтесіз жазып қалдырыңыз.